Сәлем достар, бұрынғы уақыттағы перғауындар ойларына не келсе соның барлығын жасай берген. Біз бүгін сіздерге Мұса алейхиссалам мен перғауын жайлы айтатын боламыз. Мұса алейхиссалам туылмас бұрын қатыгез перғауын Израиль халқына билік еткен. Ол өз-өзін құдаймын деп жариялаған. Ал перғауынды құдай деп санамаған адамдарды перғауын оларды өлтіре берген. Бір күні перғауын ұйқысынан шошып оянып, мынандай дыбысты естиді. Израиль халқынан бір ер бала туылады. Ол сенің билігіңді құртады деген. Осыны естіп, перғауын билігінен айырылып қалмас үшін бірден сарбаздарынан ақыл сұрап, Израильдегі барлық сәбилерді өлтіру деген шешімге келеді. Ал перғауын сарбаздары барлық жаңа туылған сәбилерді өлтіріп бастайды. Кейбір деректерде 20 мың сәби өлтірілді десе, ал кейбір деректерде 70 мың сәби өлтірілген. Осындай қиын уақыттарда Мұса алейхиссалам дүниеге келген. Мұса алейхиссаламның анасы баласы үшін қатты уайымдаған. Бір кезде анасы далаға шығады. Сол кезде перғауын сарбаздары анасын көріп, біртүрлі күдіктеніп қалады. Сосын олар Мұса алейхиссаламның үйін тексеруге бара жатқанда, анасы қорқып, сәбиін пешке тығып қояды. Сарбаздар анасынан былай сұрайды: неге далаға біртүрлі шықтың? Үйіңде сәби жоқ па дейді. Ал Мұса алейхиссаламның анасы ойына ең бірінші не келді соны айтып алдай салады. Сарбаздар соған сеніп кетіп қалады. Сол кезде анасы сәбиін, яғни Мұса алейхиссаламды пештен алуға бара жатқанда, пеште от жағулы тұрғанын көреді. Ал сол оттың арасында Мұса алейхиссалам да жатыр. Анасы дереу сәбиді алады. Алайда Мұса алейхиссалам қанша оттың арасында жатса да дым болмаған, тіпті киімдеріне де. Сонда да анасы баласын перғауын сарбаздарынан барынша тығып жүрді. Алайда бір күні Алла тағала анасына Мұса алейхиссаламды ағаш қорапқа салып, өзенге ағызып жіберуін бұйырады. Анасы Алла тағаланы тыңдап, сәбиді өзенге ағызып жібереді. Ол кезде Мұса алейхиссаламға бар болғаны 3 айлық болған екен. Сосын 40 күн бойы өзенде сәби болады. Ал одан кейін өзен толқынымен қорапта жатқан Мұса алейхиссалам перғауынның сарайына келеді. Сәбиді перғауынның әйелі тауып алады. Перғауын мен әйелі сәбиге Мұса деп ат қояды. Ал Мұса алейхиссалам 23 жасқа толғанда ол намаз оқи бастады. Ал адамдар оған былай айтады: сен кімге табынып жатсың? Сенің және біздің Құдай сенің әкең емес пе дейді. Ал Мұса алейхиссалам перғауыныңмен қарғыс атсын дейді. Мұса алейхиссалам 40 жасқа толады. Адамдарды ислам дініне шақыра бастайды. Бірде Мұса алейхиссалам жолда келе жатқанда, мен сенің жаратушыңмын деген дыбысты естиді. Осы сөзді қайта естиді. Мұса алейхиссалам бұл Алла тағала екенін бірден түсінеді. Жаратушы Мұса алейхиссаламнан қолыңдағы не деп сұрайды. Ал Мұса алейхиссалам бұл менің аса таяғым деп жауап береді. Жаратушы оны жерге таста деп айтады. Мұса алейхиссалам аса таяғын жерге тастағанда ұзын жыланға айналады. Мұса алейхиссалам қорыққаннан қашып кетеді. Алайда қашып бара жатқан жерінен Жәбірейіл періште келіп, Алладан қашып жатсың ба? Сен жаратушымен сөйлесіп тұрсың ғой дейді. Мұса алейхиссалам бағанағы жерге қайта келеді. Алла тағала былай айтады: енді ол жыланды көтер, қорықпа дейді. Мұса алейхиссалам сол жыланды көтергенде өзінің аса таяғына айналады. Мұса алейхиссалам перғауынға осындай Алланың құдіреттерін көрсетумен болады. Бірақ перғауын Алла тағалаға сенбей,
бәрібір өзін құдаймын деп санай берген. Мұса алейхиссалам өзінің артынан ерген адамдарды жинап Мысырға кетеді. Ал оны естіп Перғауын артынан қуып жеткісі келеді. Мұса алейхиссалам Қызыл теңізге тоқтайды. Ол жерден өткісі келіп, Мұса алейхиссалам аса таяғымен жерді ұрғанда Қызыл теңіздің ортасы ашылады. Мұса алейхиссалам сол жердің ортасымен өтіп кетеді. Ал Перғауын және оның әскерлері сол жерден өтіп бара жатқанда теңіз жаймендеп жабылады. Сол теңізде Перғауын да, оның әскерлері де өледі. Перғауын өлер алдында калима, яғни ла илаха иллалла Мұхаммада Расулалла деп өлген екен. Алайда өлер алдында мұсылман дінін қабылдаған бәрібір де саналмайды делінген. Бұл Перғауынның денесі әлі шірімеген. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің бұдан да қызықты әрі сапалы видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұр Хамид. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.